шумағында бар. Бір қазақты 20 қазақ видеоға жазаттағы таратып жүр, ят қой достар, қайда кетті қазақтан дейді. Мен сол бүкіл қазақ халқына айтқым келіп отыр. Осы видеоны талқылаған. Ят емес па бұл? Менен басқа да қоқыс тастағаннан да ауыр қылмыс жасап жатқан адамдар миллион елімізде. Қызды ұрлап жатыр, жезөкшелікпен айналысып жатыр. Педофилдер бар. Көшеде қаңғып жүр қазір педофил дегендер. Солар туралы неге баяндамасқа, неге соны талқыламасқа? Жоқ алады да мен жаңа бір бөтелке тастаған, көшеге қоқыс тастағанды келеді, соны жыр қылып, апта бойы жаңа жариялап, оны хабардан аннан-мұннан көрсетеді. Менің ойымша ол өте дұрыс емес, өте төмен іс деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы бір айтайын дегенім жаңа жігіт туралы. Ол жігітті бәрі ойлайды орыс екен деп. Жоқ, айтып отырмын ғой, қазақты мазақтайтын қазақ қана. Қазақ өзіміздің қазақ балап, тек қана орыстанып кеткен жігітті қалан баласы. Қазақсың ба, қазақ болсаң сөйле досым қазақша. 500 жылдық тарихы бар қазақ саған мазақ па? Өз тіліңді ешқашанда өзге тілге қаратпа. Мазақтасаң мүңгірлеген мәңгүрттерді мазақта. Журналистер неге хабарласпайды, ана коррупционер чиновниктер отырған. Барысында солардың сен неге коррупцияласың деп. Мен бір қоқыс тастап 7 000 теңге төлеген қасында олар 70 миллион долларлап алып жатыр ақшаны, қазақты тонап жатыр, мұнайды тонап жатыр. Неге солар туралы көрсетпеске? Бізде айтып отырмын ғой, қазақта сондай заңдылық па, әлсіздерді шалуға тырысады да көбінесе. Ал жоғарыда отырғандарға көп тиіспейді. Тек қазаққа тиесілі мұнайды да тауыстыңдар. Әкең берген дүниеде оны сатып жарыстыңдар. Шенеуніктер тонай берсе елімізде не қалады? Жауап біреу, сол баяғы жазықсыздар қамалады. Қазақта сөз бар ғой, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Әр адам пенде болғаннан кейін сүрінесің. Ол әркімнің өз сол жердегі мінезіне байланысты, жаңа көңіл күйіне байланысты жағдай болған. Сол жігіт соны пайдаланып кетіп отыр да. Сонымен қатар мен қазақ халқына күллі қазақ айтамын, менің бұл ісімнен үлгі алмаңыздар. Бұл өте қатес, мұндай жасамаңыздар деп айтамын. Сол себепті де заң алдында жауап бердім. Тағы да айтамын, заң алдында жауап беріп, мен айыппұл төледім бұл жасаған ісім үшін. Ал қаншама адам жүр мысалы айыппұл төлемей көшеде қоқыс тастап. Солар неге түсінбейді? Қалай болғанда да болары болды, бояуы сіңді. Алайда әр адамның өз ақиқаты өзіне. Вот, смотрите, о, наши казахи, наши мамбеты. Қазақты жамандама қазақ бала, жан секілді жігіттер азақ қана. Қазақ жайын жырлайтын жырау жанның жанашыры болады қазақ қана. Деген екен заманауи жыраудың бір тыңдарманы. Біздікі болған жағдайды баяндап беру, ал шешім қабылдау мына сіздің еншіңізде.